Құрметті студенттер, мен бүгінгі мастер-классымға қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде тақырыптың аты fire steak, яғни қуырылған стейк. Бұл стейк дегеніміз бұл еттен жасалған, сиыр етінен жасалған рибай түрі болып келеді. Стейк ол в основном ағылшындар ойлап тапқан. Стейктің түрлері well done, medium, rare болып келеді. Және де стейктің rare деген түрі ол 35-38 градусқа дейін піседі. Ал медиум ол 51-55 градусқа дейін піседі. Бізде ең жоғарғысы ол well done 70 градусқа дейінгі. Біз енді стейкімізді бастайық. Бастамас бұрын біз сковородкамызды қыздырып аламыз. Қыздырып болғаннан кейін біздің етіміз міне сиыр етінен рибай түрі болып келеді. Бұны біз тұздап аламыз. Түсінікті ғой студенттер? Так, бұны бірінші тұз кішкене қосамыз, дәмін беру үшін. Тұз, сосын бұрыш қоссақ болады. Вид беру үшін тұз. Екі жағына да қосамыз. Сосын кішкене маймен майлап жібереміз бұны. Қолымызбен барлық жеріне бұны май тию керек. Стейкті дайындамас бұрын 30-40 минутқа бұны мұздатқыштан шығарып қоямыз. Шығарып қойғаннан кейін бұл ет әдемі піседі. Еттің қалыңдығы 2,5-4 сантиметр болу керек. Если ол көп қалың болып кететін болса, етіміз дұрыс піспей қалады. Оны дайындамас бұрын кішкене май құйып аламыз. Ертіп, екі жағын жақсылап қыстырамыз. Шамал градусын, температурасын қосып, екі жағын жақсылап қыздырып алу керекпіз. Және де бұл жанына қосып жіберсек болады. Чеснок ортасынан бөліп иіс шығару үшін. Қуырғанда бұны, құрметті студенттер, жанын обязательно міндетті түрде қуырамыз. Өйткені бұл барлық жағы қуыру керек. Жақсылап қуырып. Бұл негізі рибай дегеніміз сиыр етінен жасалады. Сиыр етінен арқасынан жасалады. Өйткені арқа нәзік болғаннан кейін. Жақсылап қуырып, чеснокпен араластырып аламыз. Бұны бірінші қуыру себебіміз түсі әдемі болу керек. Түсі қонақтарға дәмдірек болу үшін. Жанында міндетті түрде қуырамыз. Біз қазір стейктің well done жасаймыз. Ол 65-70 градусқа дейін болу керек. Оны біз қазір арнайы температурамен өлшетін өлшеп аламыз. Термометрмен. Осындай болу керек. Қызарғанның бәрі. Барлық жағы толықтай сковородқа тию керек.
Қуырып болғаннан кейін, құрметті студенттер, бұны біз арнайы фольгаға саламыз. Мынаған салып, ойынан қойып, арнайы қолданылатын бізде фольгамыз бар. Соған ораймыз. Неге десеңіздер, өйткені бұл печкаға салатын болсақ, бұл етіміз күйіп кетеді. Сосын күйіп кетпеу үшін осылай барлық жерін жауып аламыз. Енді мына жаққа печкаға барып салайық. Мынаны бұл печканың аты паракомплектомат деп аталады. Осылай асықпай саламыз. Енді ақырын жауып, бұның градусы 180 градуста болу керек. Уақыты негізі тез пісу үшін пока 10 минут деп қойдым. Бастаймыз. Бұның қызуына қазір кішкене уақыт қалды. Осы аралықта енді біз соусымызды дайындай берейік. Майдалап тураймыз. Оны тураған кезде майдалап, осылай кубик қып тураймыз. Міне. Пияз әдемі дәм береді. Пияз бен чеснок екеуін. Пиязды осылай жақсылап майдалап турап аламыз. Бұлай майдалау үшін бұлай істесеңіздер болады. Тез-тез жақсы майдаланады пиязымыз. Біз қазір грибной тұздық жасып жатырмыз. 10 градус печканы қосамыз. 300-ге дейін. Кішкене май салып жібереміз. Дәмін шығару үшін май құямыз. Одан кейін кішкене сары май қоссақ та болады. Кішкене сары май қосып. Қазір осы қызғаннан кейін жақсылап пиязымызды қуырамыз. Оған бізге керек сарымсақ керек. Біреу. Оны да кішкене майдалап турап аламыз. Біз қазір стейкімізді, яғни екі порция жасап жатырмыз. Қызып болғаннан кейін пиязымызды ақырындап жайлап сковородкаға саламыз. Бұны, құрметті студенттер, бұл жақсы қызу керек. Сарғыш түсте болу керек, түстес болу керек. Бұған мән беретін жағдай пиязымыз қатты да күйіп кетпеу керек, сап-сары болу керек, алтын сияқты. Пиязымызды жақсылап қуырып, ол болам дегенше біз, яғни грибамызды жайлап кесе берсек болады. Бұны біз, құрметті студенттер, жұқа қылып кесеміз. Қалың қылып кессек, ол қонақтарымызға үлкен болып кетеді аузын.
осылай жұқа қылып долька қылып кессек әдемі болады. Бұны жұқа қылып кесеміз. Қазанымыздың астын қызып болғаннан кейін жайлап осы тұздықты қазір салатын боламыз, майдалап кесіп. Бұны майдалаған себебіміз бұл тұздыққа арналған. Тұздыққа шамал бұл майда болу керек. Осылай салып, астын градусын көтеріп, араластырамыз жақсылап. Бұған кішкене сары майда қосып жіберсек болады. Дәмін шығару үшін. Қазір араласып, рибнойымызды қыздырып аламыз. Жақсылап қыздырып болайық қазір. Құрметті студенттер. Осы аралықта қызып болғанда, құрметті студенттер, кішкене сливкимізден қосамыз. Бұл өткен тұздық болу үшін қосып тұрып, әдемілеп, жақсылап тұрып, қуырамыз. Қуырғанда дәмін шығару үшін міндетті түрде бізге тұз керек болады. Тұз бен қара бұрыш. Кішкене қосамыз осыны. Әдемі қылып. Екінші курстағы студентіміз. Енді ұстаңыз наны. Градусын кішкене қосыңыз. Мен қоса беріңіз. Қосыңыз. Маңғайын апарып. Енді осыны жақсылап қуыра беріңіз. Сары түстес әдемі болу үшін. Қатты қуырмаңыз. Араластыра беріңіз, қорықпай. Бұл бізде тұздық болып аталады. Тұздық. Бұған біз тұз қостық, қара бұрыш қостық, яғни сливки қостық. Өш жай қоясаңыз бұның астын. Бұл тұздығымыз уже дайын болып қалды бізде. Енді ол моментте біз бұлай сіз оны араластыра беріңіз. Біз енді укроп қосамыз кішкене тұздығымызға. Дәмін беру үшін, түсін беру үшін әдемілеп. Укроп қосып атқан себебіміз біз дәмін әдемі болады. Осылай жұқа қылып, майдалап тураймыз. Түсінді? Сіз араластыра беріңіз. Шамалы несін градусын қосып қойыңыз. Жақсылап араластыра беріңіз. Енді осыны жақсылап тұрып, салыңыз. Тұздыққа. Енді жақсылап араластырып жіберіңіз осыны. Шамалы қосып жіберейік. Қосып жіберейік. Жақсылап араластырып жіберіңіз. Қорықпаңыз, араластырып жіберіңіз.
араластыра беріңіз. Көрдіңіз ғой, бұл неге бұл укропты қостық, яғни қонақтарымызға дәмін келтіру үшін, сосын бізге бірінші кезекте түсін жақсылап істеу керекпіз. Яғни дұрыстап беру керекпіз да грибной соусымызды. Яғни грибной соусқа қазір араластыра беріңіз жақсылап. Бізге енді осы тұздығымызды арнайы құйылатын соусничкаға құйып алсақ болады. Тұздық қоятын ыдысқа. Осыны сіз жақсылап ыдысқа құя берсеңіз болады. Жайлап алдыра беріңіз. Әкеңіз меңдеңіз. Қорықпаңыз ештеңеден. Бұл бізде тұздық деп аталады. Ескісін ар жақ қоя салайық. Бізге енді ана сковороданы алсын. Бізге енді тағы да бір гриль овощи жасаймыз. Оған біз градусын көтеріп аламыз тағы да. Сіз осыны қыздыра берсеңіз, сіз өзіңіз кесіп аламыз помидорды. Ортасынан бай кесеміз, жақсылап тұрып. Жақсылап кесеміз. Майды аламыз да, кішкене сковородымызға құямыз бай. Қазанымызды қыздырып аламыз. Қыздырып болғаннан кейін, помидорымызды жақсылап сіз екі жағын бай қуыра беріңіз. Осылай. Екі жағында қуыра беріңіз. Арнайы қысқыш бар бізде, ұсталынатын. Екі жағында қуыра беріңіз. Жақсылап. Енді біз қазір стейгімізді көреміз. Стейгіміз әдемі шықты міне. Керемет. Точно болды. Әкеңіз. Шамал градусын қызбай жатса, градусын көтеріп жіберсеңіз болады. Түсіндіңіз ғой? Мынаны біз перецімізді жайлап жұқалап кесіп аламыз. Шамал жайып алсаңыз. Осында қасына қуыра берсек болады.
осылай саламыз. Бұны көп уақытқа қоймаймыз. 2-3 минут жетерлік бұған. Өйткені бұл тез күйіп кетеді әйтпесе, одан кейін көп қоятын болсақ. Студенттер, біздің рибайымыз осындай деңгейде.